Сәлем достар, біз шығарылымызды бастаймыз. Сіздерге ас болсын. Біз Албаниядан Черногорияға автобуспен жолға шықтық, яғни Черногория мемлекетінің астанасы Подгорица қаласына. Автобекеттен бірден Тиват қаласына жолға шықтық. Бұл Тиват қаласы Катор шығанағында орналасқан. Яғни теңіз суы кеп құяды осы шығанаққа. Жалпы енді қала туристерге толы. Енді қазір кішкене маусым аяқталып жатыр, бірақ соның өзінде біршама адамдар жүр жалпы қалада қыдырып. Тиват және Котор қалаларының арасында орналасқан қонақ үйге жайғасып, ертесінде біз Котор қаласына барып келуге шешім қабылдадық. Біз тоқтаған қонақ үй түрік ағайындардікі екен. Және де ол жақта қызметкерлердің барлығы түрік бауырларымыз. Және адың кім? Қарадаш? Онур. Онур бауырымыз бізді қазір Котор қаласына келіп жатыр. Котор қаласына келдік достар. Бірден қалаға кірген бетте зираттар қайда баратынымызды ұмытпайық дегенде еске салып жатқандай. Мына жерде стадион бар достар. Көрсетейік стадионды. Достар, біз қазір Котор қаласындағы ескі қалаға барып жатырмыз, яғни туристердің көп шоғырланатын, жалпы тарихы көп Котор қаласының ескі қаласы. Енді артымызда тұрған бұл Котор қаласының қамалдары, бекіністері ұлы Қытай қорғанымен теңейді адамдар. Артымызда қарап отырғандарыңыздай, ұлы бір Қытай қорғанының бір кішігірім нұсқасы іспеттес. Енді қазір біз ескі қалаға қарай жол жүреміз, әрі қарай сіздерге аралап көрсетеміз. Қаншама адамдар келіп жатыр күнделікті біздің қонақ үйге де. Енді міне Котор қаласына да кіре берісте осыншама кептеліс адамдардан және де көліктерден құралған. Артында тұрған бұл Боко Котор шығанағы достар, бұл енді Адриатикалық теңізден келіп құяды. Және де осы Боко Котор шығанағының кейбір жерлері тереңдігі 60 метрге дейін құрайды екен. Сондықтан бұл осы Адриатикалық теңіздің бір ең терең шығанағы болып табылады. Ал енді көлеміне келетін болсақ, жалпы ара қашықтығы 28 шақырымды құрайды екен. Енді бұл Котор қаласы орналасқан шығанақ. Және де енді жалпы қала туралы айтатын болсақ, бұл Котор қаласы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік, яғни ұмыт қалғанский. Мұралар, давай. Котор қаласы достар, бұл жалпы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік қорғалған мұралар тізіміне кіреді. Өйткені бұл енді тарихи қала. Енді біз бара жатқан ескі қаланың өзінде бір шама сол енді кезіндегі Византия және Осман империясы кезіндегі ғимараттар, жалпы мешіт, церковьтар, яғни әртүрлі ғимараттар орналасқан. Достар, біз қазір Котор қаласының ескі қаласына келдік, яғни ішіне кірдік. Енді бұл жалпы ескі қаланы айтатын болсақ, бұл өзінің бір лабиринт іспеттес көшелерімен, өзінің 12-14 ғасырдағы зәулім ғимараттарымен белгілі. Жалпы Котор қаласының көшелерін достар неге лабиринт іспеттес қылып салған десеңіздер, енді бұл бір кейбір аңыздарға сәйкес, яғни қалаға жау келген кезде қаладан, яғни шығатын жерді таппай, яғни картасыз, ешқандай бір жоспарсыз қалада адасып кетсін деген сондай бір оймен салынған деседі. Яғни бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай, міне Котор қаласының ескі қаланың бұл жоспары. Шынымен төбесінен қарасаңыздар, адам адасатындай ақ. Қала ішіндегі әдеміліктен, керемет көріністен бөлек, айналамыздағы табиғаттың пейзаждары, мынау Черногорияның керемет әсем таулары көзіміздің жауын алды. Достар, Балкан елдері бұл зәйтүндердің негізі отаны. Жалпы зәйтүн алқаптары бар екен, тауда өседі.
және де біздің де түсіретін кейіпкеріміз осы зәйтін өндіреді. Ары қарай біз сапарымызды Будва қаласында жалғадық. Ол жақта шамамен бір аптадай болдық. Бұл Будва қаласына апаратын жол серпантин жол болғандықтан, яғни үлкен тауды басып өтесіздер. Кімде қан қысымы бар, сол кісілер дәрі-дәрмектеріңізді алып, бұл жолға, яғни сақ шығуларыңызды өтінеміз. Ассалаумағалейкум достар, қазір Будва қаласында жағалауда отырмыз. Осындай тамаша көрініспен самал жел бар, ауа райы тамаша болып тұр. Достар, менің артымда тұрған бұл Будва қаласының және де жалпы Черногорияның бір символы іспеттес мүсін болып табылады. Бұл мүсін балерина қыз деп аталады, яғни бұл кейбір аңыздарға сәйкес осы Будва қаласында бір қыз өмір сүреді, яғни ол өзінің сүйіктісін теңізге кеткенін, яғни күтеді, жұмысқа кеткенін, ол оралмайды. Бұл қыз қанша күн, айлар күтеді, яғни күнде келіп осы теңіздің жағасына келіп би-билеп күтеді екен сүйіктісін. Сүйіктісі қайтып оралмағаннан кейін бұл қыз тасқа айналған деседі. Бұл әрине аңыз достар, енді сонда да бірақ осы аңыздың өзі, яғни осыншама елге жалпы осындай бір символ сыйлаған екен. Жалпы бұл жерге туристер кешке келіп күннің батуы кезінде суретке түсуді, яғни өздері сәнге айналдырған. Біз де бұл жерден суретіміз жариялайтын боламыз. Жалпы осы мүсін туралы осындай қысқаша ақпарат. Черногорияның курортты қалаларынан кейін біз Черногория астанасы Подгорицаға қайта оралдық. Өйткені бізді ары қарай Сербия, Белградтағы саяхатымыз күтіп тұрған болатын. Айтпақшы, осы Сербиядағы біздің шығарылым біздің YouTube каналда жарияланды. Сондықтан көріп, достарыңызбен бөлісіп, пікір жазып, лүпіл басып кетіңіздер. Біз сіздер үшін алда керемет саяхаттармен тағы да бөлісетін боламыз. Достар, біз қазір Подгорицадамыз. Подгорицада пәтер жалдадық, және де бір байқағанымыз, қарасаңыздар, бұл жерде әр есіктің сыртында бұл үйде кім тұратыны тегі жазылған. Яғни әр үйді бүйтіп қарасаңыз, аты жөндерін жазып қойған. Әрине бізді таңқалдырған жайт болды бұл. Достар, қазір біз Подгорица қаласының әуежайындамыз. Сербия еліне жолға шығып бара жатырмыз. Жалпы Черногория еліндегі сапарымыз осымен тәмам. Сіздерден тағы да айтып кететініміз, лүпіл басып жіберіңіздер, пікір жазыңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Әрі қарай басқа елдерге де саяхатымызға үлкен бір жігер, үлкен бір күш береді.